Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисті, қала берсе халқымыз сүйген актер, комик актер десек те қателеспеген боламыз. Өмірбай аға Қосымбетов бүгінгі студиямыздың қадірлі мейманы. Белгілі кинолардан кейін сондай бір халықтың жүрек төрінен орын алатын фильмдер неге шықпай қалды бізде? Сіздердің дейді танкі деген фильміңіз бар, курорт деген фильмдеріңіз бар. Өзінің әрбір тараудың өзінің иесі болу керек. Бір уақытлар бұл қосқышылар араласып кетеді. Халықтың арасында да оны кеше сен бір кинода ойнадың, не ойнап едің деп жүреді. Комедияға жақындау халықпыз, біздер күлкіні сүйетін халықпыз. Соның үшін сондай бір фильмдер алынса. Сол уақытта көріністер хақында, яғни қызықлы уақиялар хақында Аршаға тастап қояды екен десем, қашып 2 минуттың ішінде ішіп болған ғой жаңағыны. Елі ол түспей атырып, жаңағы гонорар сұрайды. Енді ол жерден біткеріп шығып атырыпты, олар еш жерге басқа жақта врач бола алмаса, бұл летчик бола алмаса. Театр актері мен кино актері арасындағы айырмашылықты қысқаша айтып өтсеңіз. Театр өзі мәдениеттің ең бірінші ошағы. Сондан кейін барып берман киноларымыз. Бір сүңгейді шығады, екінші сүңгеген уақытында бұл шықпай қалады. Ауылдың адамдарына қызық қой. Сондан стоп болды дейді, қайттан енді шаршайсам, азаннан кешке киінесің, шешінесің, киінесің, қарының киімін киеміз. Сөйтіп не қылсақ, шұлық шешілмей қалған. Осы заманда бұндан 200 жыл бұрын Өмірбайда енді шұлық тұрыпты ғой деген. Сөйтіп сол кадрды соның барлық адамдарын жинап, бір шұлық үшін, бір не үшін қайттан алғаннан жерлеріміз болды. Атласа келеміз. Космонавттар ұшып жетіп бара алмаған ғой, жұлдызға жетіп қойын. Har bir milletning o'zligin ko'rkemөнер hamda madaniyat tarauı arqali biz ayqin bila olamiz. Ham buning ishinde Qaraqalpoq kino alemining o'rni gireuli. Sizlar bilan birga kino podkast men boshlovchingiz Zahida Sharbayeva bilan birgalikda. Demak aziz do'stlar, Qaraqalpoq film kino studiyasi hamda ATV telekanali bilan birgalikda suratga olinib o'tirgan bu kino podkastning bugungi mehmoni biz ham siz asığa kutgan O'zbekiston Respublikasına xizmat ko'rsatgan artist, Qaraqalpoqston xalq artisti, qala berse xalqimiz suygan aktyor, komik aktyor desek de qateleспеген боламыз. Өмірбай аға Қосымбетов бүгінгі студиямыздың қадірлі мейманы. Хош келіпсіз. Әлбетте, сіз халқымыз бенен сәлемдеспестен бұрын сізді сол 14 январ Отан қорғаушылар күнімен шын қалбымызбен құттықтаймыз. Әлбетте, бұл байрам тек қана әскери қызметкерлердің байрамы емес, бәлкім бәрше сол әрбір шаңырақтың қорғаушысының арқа сүйер тауы болған ер азаматларымыздың байрамы солай екен. Хәмеше алдымызда алтын басарыңыз аман болсын. Рахмет. Ассаламу алейкум, hürmetli халқымыз. Міне биыл республикамызда Өзбекстан құраллы күштерінің 33 жылдық бір ұлы байрамы басталып жатырыпты. Сол байрам бәршемізге құтлы болсын, халқымызға құтлы болсын. Отан бұл бәршеміздің отанымыз, бұл тыныш жасап атырған біздің әзіз топырағымыз. Соның үшін сол отанымызға қызмет қылып, оның тынышлығына қызмет қылып атырған бәрше жастарымызды, отан қорғау жолында жүрген бәрше пидайы инсанларды бүгінгі байрамменен шын жүректен құттықтаймын. Айтады ғой, жігіт болсаң арсландай туылған, қызмет еткіл ұдайына халық үшін. Жігіт болсаң арсландай туылған, қашпас әзге қара бастың қам үшін дейді. Міне жігіт болып отан қорғап атырған бәрше жастарымызды бүгін сол шекараларымызда тұрған халқымызды қорғап, сол жастарымыздың барлығына отанымыздың тыныштығын тілеймен. Еліміз аман, халқымыз тыныш болғай. Әрше халқымыз осындай ашық аспан астында тыныштықта жасай беруін тілеп қаламан. Білесіз бе, бүгінгі күнде Қарақалпақ кино фильм әлемі халқымыз арасында және ең жаймақта жаңаланулар, жаңалықтар, хош хабарлар болып атырды. Һәм соны да атап өту орынлы. Бүгінгі күнде халқымыз арасында Қарақалпақ киносы десе, көбінесе сол ескі
алдыңғы шыққан кинолар десек те болады. Таңғы курорт, ұры, қоңсылар. Һәм бұл фильмдердің арасында, яғни дерлік көпшілігінде десек те болады, өзіңіздің сол роліңіз бенен халқымыздың жүрек төрінен орын алып үлгердіңіз. Соны да айтып өту орынды, яғни театр актері есабында да сізді халқымыз жақсы таниды. Келін бүгінгі күнде сол Қарақалпақ киносы хақында, яғни ескі киноларды бір еслеп, тарихқа нәзер салып, онан кейін біз сәуетімізді басласақ. Менің сұрауым сол курорт киносында һәм басқа да ескі киноларымызда, яғни халқымыздың жүрек төрінен орын алған кинолардағы сол уақытта көріністер хақында, яғни қызықлы уақиялар хақында сәуетімізді баслап алсақ. Рахмет, Сақида. Дұрыс, әрбір тараудың өзінің бір підай инсанлары болады. Су тарау республикамызда кино тарауын ең бірінші рауажландырған, һәм су тараудың бір жаңа тай-тай басып, су халқымызға қызмет еткен уақытларынан басылап, су тарауға бір підай инсанларына. Мен енді халқымызда бір жақсы гап барға, өліні еске алмай, тірінің ісі рауаж алмайды дейді. Сол айтқандай, Жол Мырза ата Аймұрзаевтай, Нағымет ата Дауқарайыптай үлкен ұлы инсанлар, Кенжемұрат аға Ізімбетовтай, Камал аға Мәмбетовтай үлкен ақсақалдарымыз. Енді міне бүгін өзіміздің арамызда үлкен Оразбай аға Әбдірахмановлар міне осы тарауларға қызмет істеді. Мұратбай аға Нызанов бар. Енді мінекей Төренияз аға Қалымбетов, жатқан жерлер жайлы болсын. Міне солардың дерлік көпшілігі су тарау үшін пидайы қызмет істеген бір қадірлі инсанлар еді. Бегдуллаға Сұлтановлар жерге директор лауазымында істеді. Мінекей су дәуірлер болды, су қиын уақытлар болды. Су уақытларда су адамлардың барлығы бүгін дерлік көпшілігі арамызда жоқ. Барларына ұзақ өмір тілейміз. Жоқларының Алла Тағала жатқан жерлерін жақты қылсын дейміз. Міне сол 70-ші жылдардан бүгінгі күнге шейін қанша уақытлар өтті арадан. Әстағырлықпенен рауажданып келатырыпты. Бұрылары сол ертеректегі мен Қайсар қыз деген фильм бар еді, Төлепберген Қайыпбергеновтың. Міне сол фильм түсірген уақытта өзіміздің актерлардың кинода ойнағанларын көріп, жүдә бір қуанып, әз етпізді. Сол уақытында студент едік Ташкенттегі уақытларымызда. Сол уақытларда массалық сахналарына аламыз деп, соған жүректеріміз шәукілдеп жүрді. Міне олардың арасынан уақыт өтіп, өзімізде де сондай имканиятлар жаратылды. Өзімізде кинолар алып басыланды. Бұған мінекей пидайы қызмет істеген яшылгүлерімізге үлкен рахмет. Әсіресе міне Мұратбай аға Нызанов келген уақытлары бір-екі фильм қатарына алынды. Курорт фильмі алынды, танк фильмі алынды, ұры, қоңсылар фильмдері алынып атырыпты. Осы фильмдер еліміздің бір пердесі. Біздің халықты, басқа халықтар осы фильмдері арқылы таниды. Соның үшін сондай бір дәуір болды. Бәуеден аға Баймырзаев, Төренияз аға Қалымбетовлер, Бектілеу Низамадинов, барлығы бірге бір осы фильмдер, бірінен кейін бірі жақсы фильмдер шықты. Көпшілігі өзбек тіліне дубляж қылынды, көпшілігі енді дубляж қылынбағанлары да бар. Соның үшін бұл кино тарауына мен театрдың актеріман шақырылған фильмдерге келіп бір массалық сахналарында көріндім, кішігірім рөлдерде көріндім. Әйтеуір халқымның кеуілден шығардай ойнаған болсам, өзім бақытлыман, халқым енді оның бағасын бере береді. Бірақ бұл кино жүдә ауыр тарау. Киноны театрда мінекей, театрда біздер сахнадағы отырған тамашакөй менен жүрегіміздің арамызда сол бір сабақ тұрады. Жанлы ойнаймыз себебін. Енді кинода болады, мысалы бір кадрды 2-3 мәрте, 4 мәрте түсіріп, бұлай түсіру мүмкін. Соның үшін бұның өзіне тән жүдә бір қиыншылықтары болады.
Оға да орлы пікірлер. Білесіз бе сол фильмлер, яғни ұры, курорт, танкі, қоңсылар. Ол жүрек, яғни халқымыздың жүректерінен орын алып үлгерді. Менің қиялымда сол киноларда сол дәуірдегі, яғни адамлардың садалығы, кішіпейілігі, әлпайымлылығы менен бір Қарақалпақ халқының нағыз қандай инсан екенлігі бір сәулеленген десем болады. Өзіңіз емес, бәлкім сол фильмдегі ұлумалық бір қызықлы уақиялар хақында бізбенен бөліссеңіз. Мұратбай аға маған бір мына табиатты қорғау прокурорын ойнауды не қылды, сөйтіп енді Нөгіс қалалық Горадел дейді ғой, соған бардық. Сөйтіп маған киім жоқ, майордың киімі жоқ. Мірәлі деген жігіт Төрткүл районында начальник милиция болған. Онан кейін сол қаланың начальник милициясы болып тұрды. Сол жігіттің киімі болады екен. Сөйтіп соның кабинетіне барып, сөйтіп соның киімін киіп, сөйірді бір кішкентай не қылатын бар. Қара тереңде балық ұстап отқан жерінен әзір балық ұстауға болмайтын уақыт. Сөйтіп сол менің алдыма келеді. Сол уақытында мен, о, Бахадыр аға, сіз бұйырген, қойың, онда сіз болса не қыламыз деп. Сөйтіп ол коньяк береді. Сол мына коньякқа дейді автограф жазып беріп келеді. Үйде кішкентай балам бар, ақылығым бар. Сол үйленген уақытында ашаман үшін жақсы ниетке дейді. Соның міне жаңа коньякты, сол жерден 2 шеше коньякты себіне шығарып беріп, соға автограф қойып береді Бахадыр Мұрадович. Соны автограф қойып берді. Енді бұны халықтың алдында мен айттым ғой, соны баламның жақсы ниет тойында. Сонда әр жерде жүріп звонок қылады, баланың несінде шетін коньякты сақлап қойыпсан ба еле, дейді. Ауға сақлап қойып бар. Негізінде ол сөйірді отырдық. Еле мен кейін шешінген болған жоқ па, жаңа коньякқа деп не қылады, ал балалар ар жағына деп беріп жіберетін жері бар. Сөйтіп киімінен сөйлге шешіп, өзім киімімді киіп шығып, қайтып енді коньякты үйге алып кетіп, аршаға тастап қояды десем, қашым 2 минуттың ішінде ішіп болған ғой жаңағын. Сөйтіп шешелерін 2 шешесін алдым, сөйтіп итакеткісін алып, басқа коньякқа жабыстырып қойдым, бірақ жақсы ниетке соны бір баламның несінде не қыламан деп. Сондай бір қызық уақиялар болды. Енді бұл біздің халық сол Ташкентке барсам, сол сіздердің дейді танкі деген фильміңіз бар, курорт деген фильмдеріңіз бар. Сондай бір жақсы алынған дейді. Милличілігін бар, ішінде біздің халықтың менталитеті де бар. Сондай фильмдер алыну керек. Мысалы мен енді мінекей тарауға жаста болса бас болып, міне Икрам ініміз келіп атырыпты. Жас, жүзде бір шаққан жігіт, менің оқушым және театральный институттың ең бірінші біткерушілерінен. Құда қалесем мен айтып атырман, мінекей өзбек халқында міне Қожа Насраддин бар, Алдар Көсе деген фильмдері бар. Біздерде де бір Өмірбек Лаққы деген бір фильмдерді алу керек. Өмірбек Лаққы бола, басқа да сондай бір комедияға жақындау халықпыз. Біздер күлкіні сүйетін халықпыз. Соның үшін сондай бір фильмдер алынса, милличілігі басымлау фильмдер алыну керек. Оған әлбетте бір енді біздердің тілде айтады ғой, шымшық сойса да қассап сойсын дейді. Мына киноның ішінде әзір көплеген біздің киноға жақын емес адамдар кинода ойнап атырыпты біреулер. Міне Өзбекстанда да өзбек фильмдердің дерлік көпшілігінде сондан ақсалынып атырыпты бұл. Өзінің әрбір тараудың өзінің иесі болу керек. Соның үшін бір уақытлар бұл қосқышылар араласып кетеді. Яқшы ол бір 2 адам кино алынатұғын болса, соның 95%-ның барлығы профессионал актерлар ойнау керек. Профессионал актерлар ойнаса, олар әммесі біледі. Мысалы, соқарда енді экранның алдында 10 минут образды жаратып бере алмаған адамнан кейін ол өмірде де, халықтың арасында да оның кеше сен бір кинода ойнадың, не ойнап едің деп жүреді. Мен соны бір өтініш қыламан, Құда қаласа, енді Икрамжан міне ағында және бір 2-3 фильм алып, кеше енді міне
Зивар фильмі де жүзде жақсы, Ташкент қаласына барып соның Әжнияз фильмі. Соның сояқта премьерасы өтті, әмі халқымыз барлығы келіп атырыпты. Бұл бәрі бірінші істеген нәрседе кемшілік тауа береді, әмі адам тауады кемшілік. Бірақ сол өзіміздің қазинеміз болып қалады. Ендігі фильмде сол мынада жіберілген кемшіліктер болса, ендігі фильмде солар жіберілмейді. Соларға ітібарлы болады. Енді ертең Құда қаласа Бердіқ бабамыздың да 200 жылы кетіп енді соған сондай бір тарихи фильмдер алынса, бір кеуілге бір қонымды болар еді демекші мен да. Дұрыс. Оға да орынлы пікірлер болды. Хақиқатында да бүгінгі күнде сол кино тарауын рауажландыру үшін көптеген жұмысларға қол ұрылмақта. Сіздің ойыңызша бүгінгі күнге шекем сол, яғни жоғарыда айтқанымыздай, белгілі кинолардан кейін сондай бір халықтың жүрек төрінен орын алатын фильмдер неге шықпай қалды бізде? Мен сол жаңаға келіп атырыпты, енді бәрібір бұламықты май келтіреді дейді ғой. Бұған енді мемлекетіміз тарапынан қаржы ажыратылу керек. Бұлар қазіргі уақытларында жүдә бір қиын қаржы мәселесіне келіп тақалады. Онан кейін техникалық базаларымыз, мінекей сол әтрапында киностудияның бұрыннан сол айтылып келіпті бір ішкі бір павильон болса, сол жерде кішігірім фильмдер, аз мысалы біреудің үйіне барып, Дөксі районында кешегі фильмдерде де бір жерлерді сояқта алып атымыз, басқа жақларда алып атым, біреуге жалынышты болып жүреміз. Сол егер павильон болатын болса, соның іші сол дәрежеде безетіліп, сондай қылып істелдер еді. Сол фильмдердің сол неғылығына солар іркініш болып атыпты да, соларға өзімізден. Бұның техникалық базасы күшеймей тұрып, машин керек, бір 3-4 машинлары болу керек өзінің. Енді бұның барлығы бірден бола қоймайды, әстақырлықпенен кете берер, өзің бір жолына түсер деген еттеміз Құда қаласа. Мен біз осы киноға Сақида жүдә бір көп мен бір жүдә рөл ойнаған жоқ па, 7-8 рөлдерім бар ойнаған спектакль. Алдыңғы уақыттағы фильмдерде Ташкентке барып дубляж қылып қайттық, мынандай жүдә мына мен мынандай қыламын, сен соған дәрхал маған бір пұл төле деген әмнелеріміз жоқ еді. Енді бүгінгі күнде әйтеуір өздерінің шамасының келгеніне қарап төлемін төлеп атырыпты, өзінің салмағына қарап рөлдердің. Ол яғында тұрған қап жоқ, бірақ жаңа сіз айтқандай фильмдерімізге қазіргі уақытлары біреуді мұрат ететін болсаң, сол елі ол түспей атырып, жаңағы гонорар сұрайды. Қаражеті қандай болады, бұндай болады деп. Бірақ әзірден бір мизерный сумма менен сағат бір 5-6 күн, 10 күн жүріп не olған фильмдеріңе де бір сағат жүдә бір ауыз толтырып айтатын пұл төленіп жатқан жоқ. Бірақ отанымыздың фильмі болғаннан кейін, өздеріміздің халқымыздың нәрсесі, кіртте болса қолымыздан келгенше кіртте жәрдемін беріп, бір уақытлар болатын шығар или Құда қаласа әр секундына пұл төлеп, сондай қылып актерларды шақыратыны болатын шығар. Біз білеміз, сізді ұстаз ретінде де танимыз, яғни бәршенің хабар болса керек, Қарақалпақстан Республикасында 2008 жыл Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер институтының Нүкіс филиалы ашылды һәм ең дәстүрлі директоры болып сайланды десек те болады. Соның үшін көптеген өзінің шәкіртлеріне ие, бүгінгі күнде көптеген сол белгілі актерлардың ұстазы. Біз сол хақына да тоқтап өткіміз келіп атыр. Себебі осы сіз оқытқан дәуірлердегі оқушылар, яғни бүгінгі күнде өздерінің кәсібінің бір белгілі маманлары, белгілі актер һәм актрисалар болып жетілісті. Келің сол дәуірдегі студент жастар менен бүгінгі дәуірдегі студент жастарды салыстырып, екеуінің айырмашылығы хақында һәм бүгінгі күндегі сол оқып отырған студент жастарға, яғни актер режиссерлығы тарауында актерский бөлімінде оқып отырған студенттерге қандай бір бағдар берген болар едіңіз ұстаз ретінде? Сақидат жүдә болды. Енді сол 2008 жылы президентіміздің парманы менен
көркемөнер институтының өкіс филиалы шөлкемлестірілді. Сөйтіп енді бір 3-4 адамға бір ұсыныс болған, айтылған, солардың ішінде менің атым бар екен, соның менен сол жерге директорлық лауазымға маған тоқтады. Сөйтіп мен енді сахнада жүрген адамман, шөлкемлестірушілік оқуым жүда бір немес. Соның менен баяғы сол басшы тонын киіп, сол күннен басылап болған тезіп. Енді біздерге құр 4 ювал берілді. Сол 4 ювал оқарда бұрын бір спорт мектебі болған екен. Соның үшін қайттан пардозға, о Ташкентке барып, бұрынғы өзіміздің оқыған қаналарымыздың, оның сахнаның размері қандай болу, өлшемі қандай болу керек. Солардың барлығын, бір аяғымыз Ташкентте, бір аяғымыз Өкісте, күнде солардың барлығын. Сөйтіп бірінші жылы 25 бала қабылданды. Драматургия жөнелісінде, драма кино жөнелісінде, музыканы әрқайсынан 5 баладан, 10 баладан. Сөйтіп, сол 2013-тің сентябріне шекен істеген болсам, мен кешеде өзім бір үйде отырып, бір анализ қылып көріп атырман. 90% оқытқан балаларымның барлығы жұмыспенен тәмінленген. Телевидениеде де бір 7-8 балаларымыз, кино жөнелісінде Икрам Абдықалиевтің өзім сол ең бірінші біткерген оқушыларымнан. Онан кейін жас тамаша көйле театрында, өзіміздің театрында бас қаһарманлар ойнап атырыпты, мемлекеттік атақлар алып атырыпты. Со балалардың барлығына мен әйтеуір көшеде көрсем, басқа жерде той мәзімлерде көрсем, әйтеуір қолымыздан келгенше еліге жегім ақылымызды аямаймыз. Мен қуанаман осы балаларымыздың осы дәрежеде болып әзімді ел халықтың өзіміздің көркем өнерімізге үлес қосып атқанына жүдә бір қуаныштыман. Енді әмме курсыма балалардың репетициясына кіріп отыратын өзім. Агит бригадамыз бар еді. Мен сол агит бригадада колонкаларды көтеріп, соларменен бірге жүріп, соларменен ауқатланып, балаларымызбенен бір 10 минут кабинетте қол қоятын нәрселерге кабинетке келемен, қалған сол балаларменен үйтетем ойнап жүре беретін. Соның ішінде мұғалімдеріміз, өзімізбенен біткерген достарымызды әтрапыма шақырдым. Соның менен балалар жаман емес, мінекей сол. Мен әзі театрының өзінде, мен дәуірімде оқыған балалардан әзі бір 7-8-і бас қаһармандарды ойнайды, барлығы. Телевидениедегі балалармен барлығы, көпшілігі диктор, көпшілігі передачаларда барып атырыпты. Жас тамаша көйлер театрында балалар бар. Районлық мәдениет үйінің басшылықтарынан барлығы мен оқытқан балаларым. Сол Қоңыраттан басылап, Мойнақта бар, Қараөзек, Тақтакөпірдегі балалар. Бұлардың барлығы азғантайда болса бір сол уақытта бір білімге, ілімге һәм бірінші ашылып атқаннан кейін бе, жүдә балалардың бәрі оқуға ынталы болды. Қызығушылық күшлі болды. Қызығушылығы күшлі болды. Сол балалар. Ал бүгінгі күндегі оқып атырған студент жастардан хабарыңыз бар. Ал жаспасам бүгінгі күнге шекем барып тұрасыз, хабар алып тұрасыз. Барып тұрамыз. Өзіңіздің сол ұшырасу кешелеріңізде? Ұшырасу кешелерімізде енді әзіргі міне Көркемөнер һәм мәдениет институты бұл енді біздің театрымыздың бір перзенті. Сол жерде мінекей балаларымыз тай-тай басып театрдың сахнасына келіп атырып, соның үшін театрымыздағы істеп атырған көптеген актерларымыз сол жерге барып сабақ беріп атырыпты. Сол жерде мінекей Өзбекстан халық артисті Мырзагүл Сапаева достымыз, Базарбай Назарымбетов достымыз бар, Жұмагүл Сағынтекова бар, Гүлсара Жұманиязова, Жүзімгүл Пірлешевалар, Бердібайға Өтебаевлар. Енді айтсам көп, мінекей сол жердегі оқытқан балалары ертең мінекей сахнамызға қайтып келіп атырыпты көпшілігі. Енді бәрібірам әзір осы мәдениет институтын, Көркемөнер мәдениет институтын біткеріп келген жастарымызға, барлығын театрларымызға қамтып алу жүдә бір қиын болып атырыпты.
негізінде. Я бірде квотаны азғантай әр жылы қысыңқырап 20 бала алатұғын жерге 10 баладан алып азғантай не қылу. Болмаса біздің театрымызға әзімдегі 180-дей актер, актрисалар, қор, әмес сондай болатын болса, басқа штат бірлігі жоқ. Міне жастама жайлы театр. Енді ол жерден біткеріп шығып атырыпты, олар еш жерге басқа жақта врач бола алмаса, бұл летчик бола алмаса, ең кейіннен не қылады, сауда сатыққа кетеді, емесі басқа жаққа жұмыс істеуге кетіп. Ол анакарада 4 жыл актерлық шеберлігінен оқыған адамға жұмысын 1 жыл, 2 жылдың ішінде арма қарап алып кетпесе, адамнан талантыңам кетеді, басқа кәсіпке қызығушылығам болмай алады. Соның үшін енді режелері бар, енді үкіметіміз басшылары және бір театр салуға бір ойласқылар болып атқан. Бұда қалесе және бір театр, бір жастар театры ма, я болмаса бір үлкен драма театры ма, сондай бір театр ашылса, көпшілігін қамтып алуға болады. Әзір жөнелістер көп, оның ішінде операторлық жөнелістер, олар яқшы телевидениеге барады, басқа актерлардың баратығын басқа актерлық шеберлігін біткерген, муздрама, драманы біткерген, баратығын жері жоқ басқа. Сояғында азғантай жанымыз ашиды. Кино бөлім бар, кинодан біткергенде, егер мұнан павильонлар ашылып сөйді не алатын болса, кинодан бір өз алдына актерлары болса сөйді. Дұрыс. Оғада бір орылы пікірлер айтылып атырды. Хақиқатында да сол біткеріп атырған студенттерді жұмыспен қамтып алудың өзі үлкен бір қиыншылық тудырады. Сол Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік театр, 3 театр болса, бүгінгі күнде атап өту керек. Бердіғатында Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрның сол неше жылдардан бері тәжірибелі актері, яғни сол жерде көптеген спектакльлерді атқарып келмектесіз. Келің осы орында халқымызға һәм бізге театр актері мен кино актері арасындағы айырмашылықты қысқаша айтып өтсеңіз. Бағанады сол гәпінің басында айтып атыр едім. Біз театрда мінеке киноны 10 жылғы, 20 жылғы уақияны мысалға 4 серия, 5 серияда бар, 10 серия бола қойсын. Солардың ішіне сыйдырып беруге болады. Бірақ театрда 2 сағаттың ішінде сол уақияның бәрін. Соның үшін театр бұл жанлы ойналынады. Тамашагөй менен сол уақытта тамашагөйдің жүрегі менен сол ойнап атқан актердің жүрегінде бір көзге көрінбей тұғын бір сабақ дейміз бе, сондай арасында мехір тұрады. Соны үзіп алмай актер ойнайды. Сонда енді киноның жаңағы бір жеңілдік жері суретке алу майданшасында мысалға қазір бір кадрды алатығын болса 10 мәртебе, 20 мәртебе қайталану мүмкін. Бізде тек ол репетиция уақытында 5 мәртебе, 10 мәртебе мысалға соны түсіндіріп режиссер айтқаннан кейін. Бірақ ол сахнада жаңағыдай стоп кадр деген болмайды. Сол яғы менен мысалға парқланып тұрады. Бұл театр өзі мәдениеттің ең бірінші ошағы. Сондан кейін барып берман киноларымыз. Дұрыс айтасыз. Кадр артындағы уақияларды айтқанда бір жүзіңізге күле ұшыра енді. Кинода, яғни суретке алу барысында кадр артында қызықлар да болады. Келіңіз солар хақында тоқтап өтсек, қандай бір есіңізден шықпайтын қызықлы уақия менен мөрленіп қалды өзіңіздің өміріңізге? Біздер енді мен айтып атыман ғой, бір 7-8 фильмдерді ойнадым. Асып кетсе 10 фильм шығар. Көп қызықты уақиялар болды. Енді оның барлығын жұртшылығымызға айта беруге бір қолайсыз шақларым бар, енді олардың барлығы. Енді бір кинода осы нені алып атырмыз? Кегейлде жүрміз. Кегейлде бір курорт фильмін алып атырмыз. Сол курорт фильмін алып атырмыз. Теберсін, сол курортта бас қаһарманды ойнайтын Қуатбай достым, шайлары жәннетті болсын. Онан кейін Ырзамрат аға екеуі. Біздер енді біреуіміз жиені, біреуіміз дайысы, соны курортқа жіберіп бір демалып қайт. Емесі қашанғы су пақтада жүрдің,
неде жүрдің, соны жібереді, оны неміз бар. Сол бір кадр бар еді, сол хауыздың ішіне, бұл мына кетіп қалып, сол хауыздың ішіне шомылады да жаңағы ішіне. Сөйтіп болғаннан кейін бір сүңгейді шығады, екінші сүңгіген уақытында бұл шықпай қалады. Сонан біздер не қылып, мынау шықпай қалды. Сонан екеуміз зорға шешіп үлгеріп, сонан суға тастаймыз. Ол енді барып қашып, ар жағына шығып кеткен ғой. Өкірнеді кадрда көрінбейді. Сол біздер ал іздеп тауа қойың деп ана жақта қарап тұрады. Енді сонан тастаймыз майкі, іш киім дегендей. Соның менен тастап, сөйтіп ана жақта енді операторлар айтып жатыр. Болды, стоп дейді. Енді болған шығар десек, судың астынан қайттан шығамыз. Сөйтіп болғаннан кейін ана жақта біреу өтіп қалады сол уақытында. Я болмаса біреу қолым деп қалады, біреу я болмаса ауылдың адамдарына қызық қой. Сондан стоп болды дейді, қайттан барып, қайттан не қылымыз. Енді іш киімдеріміздің бәрі су, майкымыздың бәрі су. Қайттан ана жаққа жайып қойсаң, ауылдың адамдар бәрі қарайды. Сонdan анаяқтан дүканнан таза іш киім, таза майкі, шұлыққа жеген бәрін алып басладық дейді. Мотор деген уақытында қайттан екеуміз шығырамыз. Аны суға түсірдім деген. Сонdan қайттан тастаймыз. Енді болдық қой десе, анерде бір иттеп тұрды. Және стоп. Соның міне 3 мәрте, 4 мәртебе қалған. Сондай бір қызықлар болды. Ондан кейін өмірдің 3 фасылын түсіріп жатыр еді. Сол Кегейлде Қожауыл деген жер бар, сол арада мен Ибрайым Болысты ойнаймын ішінде. Сол Ибрайым Болысты ойнап, енді ат 2 күнде ме, 3 күнде ме болды да сүйенкім. Бірінші күндегі ат жақсы еді. Мағанам үйреніп қалып, менің ана неге шықса кішкентай сүйерден бір нәрсе беріп, ана атты өзіңе де үйретуің керек. 3-ші күн кейінгі күнгі ат басқалау ат болды да, бірақ екеуі ұсайды бір-біріне. Сондай ат. Соны не қылып, бір үлкен талдың астынан сол аттың үстінде кетіп барымыз, бұлай қарап, ана қарап, адамдар өтердің, уалейкум салам деп, жаңа талдың астына бұғып атсақ, мына салапанөй пакет бір күн дауылауын болып тұрып, бір салапанөй пакет ұшты да атқа қарап, бұлай қарап кетті. Бұл ат кетті бұлайынша, сөйтіп үстінде ат екеуміз қосып жығылдық. Енді тұрайын десе, анау жаңа самал менен және бір екі жерге ұшып кетті жаңағы. Соның міне атты зорға ұстап қалып. Бұлар бір есімде қалатын қызықлар болды. Болмаса біз ат сүйреп кеткенде, бір нәрсе қанда Әлбетте, қиын жағдайлар, съемка барысында. Ажинияз фильмінің алдында да бір несі алынды бұрынғы уақытларында. Енді ішінде бір көп не болғаннан кейін. Соны алып, сол қариде түсіріп жатырмыз. Қариде түсіріп, кейіннен мінекей ойласықтың уақытында. Енді шаршайсам, азаннан кешке киінесен, шешінесен, киінесен, қарының киімін киеміз. Мен Ажинияздың әкесі Қосыбайды ойнаймын. Сөйтіп не қылсақ, шұлық шешілмей қалған. Сөйтіп отырмыз, бұлайынша сондай не қылып отырып, оны кейіннен сол яшы күнгі бұлай бір фильм мынандай түсірілді, көріп алың деп енді апарған ғой. Айтады дейді, хау, осы заманда бұндан 200 жыл бұрын өмірбайда енді шұлық тұрыпты ғой деген. Ол менің аяғымда шұлығам қағып қойған, сосын қаридың несіне балалар сөйледі отырып шаршаймыз, әбетлене Кока-Коланың шешесі көрініп қалғанда жаңағы жерде. Сөйтіп сол кадрды соның барлық адамдарын жинап, бір шұлық үшін, бір не үшін қайттан алғанам жерлеріміз болды. Бұлардың барлығы енді бір өздеріміз соның ішінде жүргеннен кейін біздерге қызып, біреулер айтады, ой, бұны қалай алдыңыз деп. Сондай жерлерде бар. Дұрыс, әлбетте, яғни кино түсірілу барысында әр бір реквизитке, әр бір деталға үлкен ітібар қаратылады. Себебі халық сыншы, яғни сын көзбенен қарайды, жақсы көзбенен, жақсы тарифін іздейді ғылларда бар дегенменен кино болғаннан кейін онда ешқандай кемшілік болмау керек. Себебі тарихты түсіріп атқаннан кейін әсіресе ол жерде бір үлкен қатеге жол қойылмау керек. Адамдардың әзір әммесі мысалға бір жетіскерлік жерлері онда есінде қалмайды. Ана кірте бір кішкене кемшілік болса да
соны айтады. Ой, мына жерінде мынандай болып, наградасында мынандай болып деп. Мына стакан солай қарап тұрған болса, осы халында тұрылу керек кинода. Аяқ сахнада болса, ол былай, мысалға былайым қойып, оны ұстап отырып, мысалға ішіп отырып сөйлей бересің. Мысалға мына зат сол кинода бірінші кадрда алынған болса, сол халында сөйлеу не нәрсе бар, барлығы тұрады. Ол енді бұл біздеткен жаңа тәй-тәй басып атырған не ол? Мысалға ең бір ұлы актерлар ойнаған, мысалға мына Кавказ тұтқыны деген Гайдайдың фильмінің ішінен сондай бір кемшіліктерді жаңағы не қылып атырды. Кадрда болады, шаршайсаң, әмме зат режиссердің, оператордың барлығы есінде тұра бермейді. Сонда да қайта балаларға рахмет, аға мына зат бар ма еді? Азыр мінекей мына ішінде кадрдың ішінде нелер бар, не затлар жоқ деп, олардың барлығын көріп алып, кейін орнына қойып бастайды. Дұрыс айтасыз. Сондай емшелері бар. Әрбір белгілі фильмдерде өзіне жараса кішкене қате кемшіліктері болады. Білесіз бе, яғни кино тарауында сондай бір сөзі ескемен, яғни өзінің сол партнері дейді, көбінше Мырзагүл апа Сапаева менен кино барысында сол Базарбайға Назарымбетовлармен көп біргелікте рөл атқарасыз. Сол орында бір сұрау пайда болады, сол кино барысында, спектакль түсу барысында сол актерлар менен, яғни келсе алмай қалған уақытларым болған ба? Сөзге келісіп? Енді ол болады. Мені кешеге шығарылған Ұры фильмі, Құрбан достымыз қаландарып құрылмай жақсы ойнады, рөлем түскен. Қоңсыларда Алеш достымыз ойнады, жақсы фильм болып шықты. Жігербайғымен екеуі бірлікте. Бәһәрдің өмірдің үш басылында Қайраттан жақсы ойнады. Мысалға сол достарымызбенен рөл барысында болып қалады. Нерім мынандай қалайық, нерім мынандай қалайық деп бәсекелесіп қалатын уақытларымыз болады. Мінекей Теберсін жатқан жері жақты болсын, Мақсет Есімбетов деген достымыз бар еді. Мысалы, көп нәрсені онdan үйрендім мен. Біздер еш аузымыз піспей, басымыз піспей жүретін еді соңы. Бір нәрсе болса, мен бір ашу келтірген жақсы көрем. Ашуланса ол ақ көкіректе сондай барлығы. Я бір кетіп жатсаң қапыда бір киімін ілдіріп қоямын, я байлап қоямын. Оған сол ана жақтан келіп, маған сол ұрысып кететін еді. Енді сондай бір қызықлар, некесі сол достарымыздың қасында жақсы ойнасақ бір-бірімізге мінекемін жақсы, бір жерлерінде қадай болса, міне түспепті деп бір-бірімізге айтып демеу болып жүреміз. Жаңа Мырзагүл Сапаеваны айтып жатсыз, сол театральный сотта оқып жатқан уақытта Карл Чапиктің Ана деген спектакльдар сояқта диплом жұмысы болып алынды біздерде. Сол уақытта Мырзагүл Сапаева менен бір курста оқимыз, Сәрсенаға тиіп балаларымыз бар. Сонда ең кішкентай баласын ұрысқа жібереді тұғын Тони деген баласын ойнадым сояқта. Сөйтіп, сол жерде сол Тони деген баласын ойнадым. Кейіннен сол жерде Майсараның хилесі деген милли операсы бар, өзбек халқының үлкен. Соны біздер диплом жұмысы қылып алдық. Сол диплом жұмысында енді ана жерде кішкентай баласын ойнаған болсам, сол жерде ашығын ойнадым. Молла досты Мырзагүл Сапаева нені ойнайды? Майсараны ойнайды. Сөйтіп театрға келгеннен кейін театрда спектакльдер қойылып бастады, кішкене спектакль бірге келатырмыз. Бір ғариб ашық спектакль болды. Ғариб ашықта ашық, бір-бірін ғариб, мен ғарибті ол шақсенемді ойнады. Онdan уақытлар өтіп берме қарап келдік. Басқа спектакльлерде бірге келатырмыз. Кейіннен Нұрла Басқаның Танха жұлдыз деген спектакль болды. Онда да мен ашығын ойнаймын. Ол сол менің бір-біріне ашық болып қалады, бірақ енді ол философиялық бір жақсы спектакль. Басқа бір киноларда ішінде не қылады, режиссерларым айтады, сен сол екеуіңізді бір рөлген, ол жүдә жақсы. Мырзагүлім тәжірибелі актриса, сонымен көплеген. Бір клиплерге түсетін болсағам, сүйерінде сол Мырзагүлменен не қылынады. Бұл енді мен сахнадағы, әмі уақытындағы сол бірге театрған қатырдан достымыз.
Atlasa gelmişsin. Kosmonavtlardan uçup jet baramdan bu жұлдызға жетіп қойын. Демек кезектегі сұрауым сонан барат. Білесіз, кейінгі уақытта сол хәуескер кино дүрітушілер тарапынан де бірнеше кинолар суретке алынды. Сіз олар тамашалағансыз ба? Енді бірден фильмдерді көріп атырмын. Енді бәрібір мына кино студияға сүйенген алда, һәм сүйерден тәжірибе алған алда түсірілсе бір мақұл болады да. Енді кеуілін толатығылар да бар, кеуілін толмайтығылар да бар да. Енді оларым әуескер режиссерларым профессионал актерлардан пайдаланып атырыпты, көпшілігінде бар. Бірақ солардың ішінде де жаңағы бір рөл ойнап берді. Мен сондай бір кәпілерді естіттім, бір өтініш қағанам адамдар болды. Енді бір камераның бір құпиясы болып қала қойсында, бір азғантай сол бір фильміңізді ойнайынса, мені мынандай бір рөлге шақырың, мен әйтеу қаражетін төлейін деген адамдар болды. Бұл мысалға анерде жүрген адам келіп, неде жүрген адам келіп, кинода ойнаса, ол енді халық, бұл халықтың атынан ойналып атыпты. Ол мысалға мынау сондай бір әуескер адам түсірген екен, яқшы деп халық қарамайды, бір үлкен миллеттің атынан қаралатын болғаннан кейін, оған обязательно бір мән берілу керек. Соны көру керек болмаса. Бұны болмаса кейіннен бір көркемдік кеңес ағзалары бір жерде отырғаннан кейін қабылданбайтын жері болса, мынандай. Қазір актерларымыз жеткілікті, қандай? Енді бір жаңағы бұрылар, бір типаж, бір сондай бір киноның ішінде бір көрініп кететін. Мысалы, Пірмұхамед деген Өзбекстанда ең бір ұлы актер, СССР халық артисті жаңағы. Жүзде бір үлкен нахан рөлдерде емес, эпизодический рөлдерде ойнайды. Бірақ профессионал актер да жаңағы, сол дәрежеден алған. Соның үшін мен оларға да әуметтілер тілейміз. Көш жүре дүзеледі дейді ғой. Сол фильмдерден тәжірибелер алып істесе, келешекте құда қаласа үлкен режиссерлар болады, профессионал режиссерлар болып кетеді әуескерлеріміз. Бірақ әйтеуір солардың шығып жатқанына қуанамыз. Тек бір қарақалпақ фильм болмай, мысалға сойырдық жанапайшы және бір екі бір студиялар ашылса, жастарымыз бар азыр мінекей. Бірақ қанша барлығы болғанда да профессионал осы тараудан хабар бар адам ойнау керек деп мен бір ойлаймын да. Білесіз бе, бүгінгі күнде көркем өнер һәм мәдениет тарауы әлемде жүру үшін, оның қазанында қайнау үшін сол даналық сөзлеріміз бар. 99% минет, яғни 1% талант болса, сен өзіңнің мақсатыңа жетесің деген. Демек, бүгінгі күнде тәжірибелі актер һәм актрисаларға тек қана сол хәуес етіп, солардың бір өміріне қызығып, көркем өнер һәм мәдениет тарауына кіріп қалған инсанлар да бар. Оларға сіздің пікіріңіз қандай? Негізінде актер болу үшін оның қанында болу керек пе, яки сол теория менен, білім менен де актер, яғни тәжірибелі актер дәрежесіне жетуі мүмкін бе? Әммесі минетке байланысты. Минетке. Енді Алла Тағала біреулерде бір тума талант болады. Олар Алла Тағала иләһидә берген талантлы адамдар, мысалы, Жақсынбай аталар, Шамрат ағалар да сондай. Маржан апа 4-ші классқа жүрген, 5-ші классқа жүрген, мектеп сауаты менен не алған. Бірақ сондай актриса болды. Театрда, анамыз театрдан кеткен уақытта, ол еледе жүре бергенде де болатын, театрымызда, қасымызда жүргенде. Сол негеде сондай бір уақытлар болды. Алға пенсияға шыққандар не қылың, сыймай атырсыз дегендей бір не болып, көпшілік актерларымыз үйде отырғаннан кейін адам өзін өзі жеп қояды. Азғандай да болса, ауру болса, барып театрдың кішкентай да болса, ана исін иіскесең, соның өзі сені жазылдырып жібереді. Мінекей сондай тумал талантлар болады. Енді оқып, соған бір бар оқыбын салған актерларымыз бар. 20-ші жерге атқан актерларымыз бар. Мысалы, ата-бабаларының барлығы
Сол көркемөнер тарауында істеген балалар, қосықшы, біреулері операшы, сондай адамдар болады. Бірақ бәрібір жаңа сіздің айтқаныңыздай минет болу керек. 1% сенің талантың болса да 99% соның барлығы тек қана минет. Қанша минет істесең, енді бір нәрсе бар да, жаңағы гәпіңізге бұл міне көркемөнер тарауында алжасуға болмайтын кәсіп мынау. Бүгін мінекей жастарымыз мінекей бір қосықшылар сондай, мынандай, менің сондай сахнаға шығып, әзірінен компьютердің заманы, менің қосықшы боламын, басқа нәрсе боламын деп. Азғантайда болса, мына бетіңде талантың болмаса, бәрібір ертерек біздер оқып жатқан уақытымызда ұстазымыз бар еді, Аман аға Әбдіразақов. Сол оқып жатқан уақытымызда айтатын еді, сен бір 5-6 жігітлерді көрсетесіз, сіздерден актер шықпайды. Құр уақытыңыз өткеріп жатсыз. Басқа бірінші, екінші курстың уақытында басқа институтқа сіздер өзгертің деген балаларымыз болды. Сондай бұл тарауда неге әзір оқып жатырыпты, әзір тез, баяғыдай немес тесттен шешіп білсе, неге сол оқуға кіріп жатырыпты, бірақ онда ұлыма талант жоқ, оған қызы бір әйтеуір құр қамайын сөйірге барайын дейді, азғытай тесттен не қылады, мына қарада талантын көрсететін уақытта монолог не қылайды, не қылады. Бұл тарауға бүгін монолог ерлап, ертең тапсырып немес, бұның адамда талант мектептің уақытынан оянады. Сондан бастап адам таярланады. Әзір неге көптеген жастарымыздың өзі әзір не қылып атқанын білмей жатыр. Театрға келгеннен кейін үлкен үрейлер беріліп жатырды, оған шамасы жоқ, оған таланты да жоқ. Бірақ сөйерге сол театральный институтқа кірген. Қосықшылардан, балаларымыздан ішінде көпшіліктері бар. Әзір мысалы жас уақытында басқа бір кәсіпті, өзі не қылған кәсіпті елеу керек. Бұл тараудың жүдә бір жаңағы наны ауыр тарау. Бірде бұл тарауда бір жарып, көзге көрініп, атың бар, мына қара, мынандай қосықты айтқан бала екен ғой, мынау дейтұғын болу керек. Біреудің қосығына шығып, біреудің клейбіне шығып, оның менен көркемөнер тарауында бір ығымда құрыдан ығып арман қарап кетесің болған. Дұрыс. Бірақ орын тауылмай кетеді содан. Соның үшін жастарымызға да айтатығыным, еліде жүрген нелер бар. Мен енді көркемөнер тарауында 40 жыл болды, осы тарауда істеп кетқаныма. Бар, бірақ оны я бір ойнағаны жоқ, я бір үрейлі, я бір жарып шыққан, бір халықтың есінде қалатығын бір нәрсе істемеген адамдарым жүріпті да. Соның үшін бұл тарауда алжасуға болмайтын тарау. Және бұл тараудың дипломын алғаннан кейін, осы тараудың несіне алғаннан кейін басқа тарауда да істей алмайды. Егер осы тараудың ауруыменен ауырған адам болса, бәрібір сол талант. Мен мектепте сол 8-ші класс уақытында оқып жатқан уақытларымда тез деген болатын еді, бәрі фестивалдар деген болады. Соларға қатынасын, телевизиялерді көріп, мыналарды соларға бір арман ететін едім. Дұрыс. Өзі көркемөнер һәм мәдениет тарау уәкілдерінің өз әлемі болады дейді. Яғни олар қиялпараз, өзлерінше бір жақсы, яғни дүнияның бір ең жақсы тәрәплеріне көзі түседі, һәм сол бір көзаллықты һәммеден ізлейді. Дұрыс. Бүгінгі күнде тек қана Қарақалпақстанда емес, бүткіл Өзбекстанда драматургия тарауы ақсап жатыр. Бұның тикарға себебі неде деп ойлайсыз? Өз негізінде драматургтары мына оқып драматург болу қиын ба деймін. Бұл мысалы 2008 жылдан бастап Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер мәдениет институтының филиалында пашық балалар шығып жатырды, бірақ негедір солардың ішінен жарып былайынша шығып жатқан драматург. Енді мен драматурглар бұрынғы мінекей Сапарата Қожаниязовлар ертеде мінекей сол сүймегенге сүйкенбе деген нелерді жазған.
Онан кейін театрымызға үлкен спектакльдер жазған міне атамыз Кеңесбай Рахмановлары. Кейін міне Мұратбай аға жазып жатыр, театрға да жазып жатыр, киноларға да жазып жатыр. Бұл енді Сұяшылғылармен шекілем, Сайлаубай аға Жұмағұл жазды. Енді көпшілігі Қыпшақбай аға Мәтмұратов, Оразбай аға Әбдірахмановлар бір-екі пьесаменен тоқтап қалды. Солардың уровенде жазатығын жастарымыз дым болмаса бір актілі пьесалар жазып, бір актілі пьесалардан қойып, я кино қылып алса да болады. Негедір осы тарау азғантай да болса ақсап жатыр. Полат Айтмұратовлар азғантай жазып не кетіп, ол кісі де азғантай ауырғаннан кейін Дарушева деген қызымыз бар еді, жақсы жас тамашагерлер театрына Әжінәз Исмайлов деген ініміздің бір-екі пьесалары жазылды. Сондай жазатығын бірден аты шығып кетпесе де, екі пьесасы, бір пьесасы бұлар театрды барып, көріп, театрдағы болып жатқан спектакльлерді көріп, уақыты қандай болу керек, қандай маңызды болу керек, драматургияның басы, ортасы, финалы болады, кульминационный моменттер болады. Соларға жауап беретін халда әстен жазса, қалемі ысылып, жылына бір драматург қосылып бара бергеннің өзінде де 10 жылда 10 драматург болады. 10 драматург болғанда қанша пьеса жазылар еді. Бірақ енді сөйлем біткеріп жатыр жастарымыз. Оларға бір басқа талап қою керек пе? Мінекей сол жерде біткеретін уақытында, сол жоғары білім жұрты жерді біткеретін уақытында сенің бір дипломный спектаклің бір театрда қойылсын. Анакарада қағаз халында жазып беріп, мінекей дипломный жұмысы мінекей деп анеге жазып қойған менен бұлам қалады. Соның үшін сол жерден біткеріп жатқан балаларға биыл драматургия жөнелтісінде 5 бала біткерді, 5 спектакліңіз өздеріңіз қай театрға апарың, қалай қылып өткерің, сол спектакліңіз қойылсын, сол жерде қалсын десе, мысалға драматурглар шығармайды. Азин Мұратбай аға, кім аға, жаңағы Кеңесбай аға жазып жатыр дейін, бәрі тек бұлардың спектакліне қарап қалмай драматург режиссердан саны көбейер еді сонда. Мен бүгін мына спектакль, ертең мынаны қояр еді. Сондай бір жерлері бар, бірақ драматургияға, біз енді драматургия жоқ дейміз. Кешегі дейін бізде де көркемдік кеңескеде бір көптеген пьесалар кеп түсіп тұрыпты. Жаңағыдай сахнаға жауап бермейді, сахнаны қиялаям бір көз алдына келтірмеген. Оның ішінде суам жүріпті, оның ішінде от диетінем жүріпті, оның ішінде. Енді бүгінгі күнде мына сахнадағы қойылатын спектакльдер жүда бір ауыр декорация нелерді қалемейді. Зрителімізсем баяғыдай, тамашагерлерімсем ерте заманлардағыдай, мысалға шахмақ шағылатын болса, шахмақты көріп болғаннан кейін себетін болған. Азық қияли сокарда бір жылт еткен бір нәрсе болды ма, сеспен ақ берсе түсінеді. Соның үшін сол драматурглар театрменен байланыста болып, келіп, көріп, әрбір спектакльді не қылса, еледе шықса, шығып қалар деген үмітте емес драматурглар. Құда қалесе. Ал Қарақалпақстанлы режиссерларға көз қарасыңыз қандай? Театр режиссері болсын, кино режиссері болсын. Енді өздеріміз күнде режиссердің қолындамыз қой. Олар жастарымыз келіп қосылып жатырды. Марқабай көптеген спектакльлерді қойып жатырды. Еледі жас балаларымыз спектакльлерді қойып жатыр. Бұрынғы режиссерларымыз Нәжмәдин аға Ансатбаев, Баугедин аға Баймырзаев, Бердібай аға Өтебаев. Солардың ізіндегі солардың спектакльлерінің қасында ассистент режиссер болған, екінші режиссер болған жастарымыз бір режиссердің қасында бір жастық қосып қойса, соға бір айда 10 спектакль қойман десе, оның бір спектакль қоятығын шамасы келеді. Соның үшін әзір сондай режиссерлардың ізіне еріп жастарымсам. О режиссерлік курсын біткеру шарт емес оған. Көпшілігі, Нәжмәдин аға да актерский біткерген, Баугедин аға да, Бердібай аға да актер болды.
сөйтіп болғаннан кейін сол актерлік тәжірибесіне келіп шығып режиссер болды көпшілігі. Соның үшін әзіргі мінекей жастарымсам ассистент бір 3 спектакльге ассистент режиссер болса, кейіннен екінші режиссер деп айтылу керек. Солар бір спектакльден қойып өздерін сынап көре берсе болады. Кино тарауында да сондай. Кинода мінекей жастарымызды көріп қуанамыз. Бірақ бәрібір профессионал. Демек, азиз достар, бүгін кино подкаст көрсетуімізде Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисті қала берсе, бүгінгі күнде көплеген спектакльлерде, киноларда өзінің рөлдерін кәміне келтіріп атқарып, сол бәршеміздің жүректерінен орын алған, яғни халық актерына айланған ағамыз Өмірбай аға Қосымбетов студиямыздың кино подкаст көрсетуіміздің мейманы болды. Һәм біз бұл күнді ұзақ күткен едік. Бүгінгі көрсетуіміз күтілген сәубет болды десек те болады. Өзіңіздің сол жақсы пікірлеріңіз, жастарға деген ұсыныстарыңыз бенен қала берсе кино хақындағы бір қызықты уақиялар, кино тарауына кіртетін бір жаңалықтар хақында бөлісіп кеттіңіз. Оның үшін болса айрықша рахмет айтамыз сізге. Рахмет сіздерге де. Енді бұны үзілмей әр айында бір мәртебе халқымызға, халқымыз сүйген актерларды, актрисаларды, кино тарауында, театр тарауында пыдайы қызмет істеп жатқан адамдарды шығарып, жүзеге шығаруда сіздерге де күш қуат тілейміз. Айтады ғой, қандай жақсы бірадар адамзаттың жүрегі. Бір адамды бір адам жандай жақсы көреді. Бір адамды бір адам сүйіп қалар танысса, бір адамды бір адам сағынады алыста. Біреу кетсе арадан біреу жоқлап жылайды. Бір адамнан бір адам барып кеңес сұрайды. Оқ атылса біреуге жанын тігіп кіреуге, жетіп барар сүйеуге. Бір адамды бір адам. Нәпсін тиіп нан берер. Тамырынан қан берер. Керек жерде жан берер. Бір адамға бір адам. Ішіп мейірім кесасын, тас жүректер босасын, мәңгі сүйіп жасасын, бір адамды бір адам. Atla çeker misin? Каспан алыптар ұшып жетіп барамын ғой, жұлдызға жетіп қойын.